Хабарлашып жатыр, әңгіме жоқ болды сенің. Мен тамақ жемей жарнамаңда. Рахмет, алдында бір балаларға бергем. Түкті болған жоқ болатын. Жақсы болып отыр, рахмет. Ой, керемет, хабарласып отыр, е. Шындақтай туырып қой. Яны болмайды. Клиенттер алып атса, әңгіме жоқ. Жақсылап берем дене ме бұл? Самарқан бауырым, ақшаны жіберіп қойды ма? Ал енді өзіңе тапсырды жарым. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз, үштеріңіз қалай? Ағамна жасап отырған маған жарнамаңыз өте жақсы болды. Енді бұйырса кәсібімді домалатып отырмын. Соны енді ошым мен клиент емес, клиент мені іздейтін болды. Ошым өзімде мына қайсына жүгірерім, клиенттің көптігі соншалық үлгермей жатырмын. Соны кішкене жарнаманы ала тұрасыз ба? Мен кішкене табарымды, немемді өндіретін дүниемді кішкене өндіріп көбейтіп алсам ба дегенмін. Сондықтан кішкене ала тұрасыз ба, сізге бір өтініш. Содан мен өзім сал деген кезде салатындайшы. Мне біздің клиенттердің қайта келіп жатыр, маған 2 рет 3 рет жасатты осы кісілер. Егер жарнама дұрыс емес болатын болса, 1 рет жасатқаннан кейін танымайды ғой адамдар. Негізі өзім фрагмистпін, мендегі жарнамалардың бәрі адам қолымен емес, фрагмисттік қабілетпен жасалады. Яғни менде роботтар жұмыс жасайды. Қазақстанда мысалы Facebook жаңағы Инстаграмға $10, $20 таргет төлейміз, 5 мың, 10 мың теңге. Ол тағы еще 20 мың ба, 10 мың адам ба, сондай ғана жіберіп береді. Ал мен күнделікті 300 мың адамға реклама жасаймын. Мына жерде қарап отырсаңыздар, үй сатуға қатысты жарнамаларымыз бар, тегін бұл жерде. Бүкіл Алматы, бүкіл республика көлемінде үйлеріңіз сатқыларыңыз келсе, біздің Telegram группаға қосылып алсаңыздар болды. Біздің группаға үйін жарнамаға қойып сатып жатқан кісілер көп, қазір тыңдаймыз. Саламатсыз ба, Айгүл тәте? Кешіріңіз, уже группадан кісілер хабарласып сатып алып қойды. Ертең келеміз болды, ешқандай группадан алып тастай салыңыз деді. Сол себепті қазір мен объявлениені өшірейін деп жатырмын обратно. Группадан бір-екі кісілер шығып, хабарласып, біз ертең келеміз деп отыр. Біз аламыз болды. Закладты тақсап қойды через Каспийден. Үй сатсаңыз да, жаңағы киім-кешек тауар сатсаңыз да, біздің жарнамалық қызметті пайдаланып көріңіздер. Нәтижесін көресіздер. Мен өтірік айтқан болсам, нәтижесін көресіздер.